Сәлем. Қалдарыңыз қалай? Ардақ, Жазира, қалайсыздар? Салтанат, қалдарыңыз қалай? Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы, Жазира, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Қалай болып жүрсіз? После терапии бәрі нәрсе өзгеріп кетті ма, төңкеріліп? Жақсы, давайте мен бастай берейін. Желательно эфирді сақтауға тырысам, потому что Ардақ, қуаныштымын. Сіз неге жазылдыңыз да ретритке? Бұйыртса бастаймыз. Сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Супер, күшті терапия тема дейді. 13-14 я бұйырса Ардақ. Кездескенше. Давайте мен кеше біраз қыздармен сөйлестім. И күшті. Жақсы естіліп тұрса. Біраз қыздармен сөйлестім. И көбінде мынандай проблема. Получается, өте көп курстардан өткен. Миллиондап, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллионға дейін курс қарызға кіріп кеткен. И себеп курс алған. Курс ала берген. Бір нишаны алады, көреді, жасай алмайды, ештеңке шықпайды, нәтиже көрмейді, потом басқа нишаға өтеді. Оны алады, одан нәтиже шықпайды, басқа нишаға өтеді. Получается, бұл жерде түсіну керек нәрсе, ақша сізге келмей жатыр, нишаңыз дұрыс болғандықтан емес, проблема нишада емес. Сіз ең мықты, прям ең күшті нишаны тауып алып жасасаңыз да, сіз нәтиже шығара алмайсыз. Менің өзімде сондай болды. Мен өзім қанша курстарды ала беремін. Менде мысалға радиологиядан білім бар, терапиядан телесный терапия, мышление, мастерки деген бір жылдары шықты. Украинаның білімі, ол кәдімгідей өте маркетинг өте мықты қосып қойған. Айына бәленбай мың теңге төлейсің, и соған кіресің. Оның барлығын алдым, бірақ менде нәтиже болған жоқ. Неге? Потому что менің ішімде терең түбіндегі, қазір мен айтып кетем программаларда. Қазір көбісінің осы проблемасы. Яғни қанша курс алады, қанша миллиондап білім салады, бірақ та нәтиже шығара алмайды. Мысалға, кеше бір қыз келді да, 5 миллион теңге қарызға кіріп кеткен, и айтады жаңағындай, алдым, оқыдым, бірақ 1-2 күн қараймын, бір апта қараймын, потом уже желание қайтып кетеді, энергиям таусылып қалады, ары қарап істей алмаймын, нәтиже бәрібір шықпайтын сияқты. Бұның барлығы не? Бұның барлығы, яғни психиканың защитный механизмі. Яғни біз ойлаймыз ба, мен жалқаумын, менің қолымнан келмей жатыр да. Мысалға, біреулер бастап жатыр, прям менімен бастаған қыздар күшті болып кетті, ал менде ничего не получилось, значит, со мной что-то не так деген сияқты. Әр курс алған сайын, представьте, әр курс алған сайын сіз нәтиже шығара алмай жатырсыз, и оған қоса сіз негативті энергияны өзіңізге алып аласыз, плюс установкалар, программалар жазылады, что со мной что-то не так, потому что мен бірге оқыдым ғой, мысалға да, қасындағы қыз прям күшті болып табыс тауып кетті, ал менде ештеңке шыққан жоқ деген сияқты. Менде ештеңеге шыққан жоқ деген сияқты өзін бүйтіп баса бастайды да. Кімде болды осындай? Бар ма? Кімде бар? Давайте мен сіздермен байланыс құрайын, чтобы как будто андай немен сөйлесіп отқан сияқты болмайын да. Кімде осындай бар? Кімде? Кім осылай курс ала беріп, бірақ нәтиже шығара алмай жүр? Күнсұлу апай, қалайсыз, қалыңыз қалай? Менде дейді. Тағы кімде бар? Бар ма тағы араларыңызда? Курс алып, вот, осы мен курс алам, прям осыдан күшті болып кетем деген. Менде дейді, я. Болады да ощущение, вот мен осы курсты алам, маркетинг қарайсын, мынанша тауып жатыр екен, миллиондар тауып жатыр екен, значит, я тоже, мен сюда солай жасаймын дейсіз де, аласыз, бәленбай мыңға, немесе редке, немесе рассрочкаға аласыз, потом самоедством занимаешься дейді, я. Потом уже әрекет жасай алмайсың, либо алған курсты сатқан адамды кінәлайды, либо өзін кінәлайды, потому что біреуді кінәлау керек. Біреуді кінәлау керек. Просто так бит жауып қоя салмайды да, но ештеңеге. Еще потом өзіңді жейсің.
өзіңді кінәлаған кезде чувство вины арқылы өзіңді жей бастайсың. Значит, менің ешқашан жолым болмайды. Значит, менің қолымнан келмейді. Значит, мен сондай өмірге сондай бір жолы болмайтын адам болып келгем деген сияқты өзіңді жей бастайсың. Неге бұлай болады? Себебі, қараңыздар, неге бұлай болады? Мен именно да, менің мысалға маған келген терапияға келген клиенттердің көбінде, мысалға кеше менторствоға қалдым и бірінші терапияны өткіздік. Ол кісіде не айтады да, жаңағыдай, күйеуім жақсы табады, мен өзім күйеуім жасап жүрген бизнесті мен өзім қолыма алдым, и как только мен өзім қолыма алдым, клиент тоқтап қалды дейді. Представляете? Күйеуі жасап жүргенде бірақ кәдімгідей ақша келіп жүрген, ал күйеуі бұған тапсырады да, өзі басқа бизнес ашып кетеді. Ол бизнесті мен өзім алған кезде клиент тоқтап қалды. Прям алдым, хотя бы сұрап жазатын, қазір ешкім жазбайды дейді да. Неге бұлай болып жатыр? И түбін қаздық, түбін таптық, сөйтсек, ол қыздар, получается, әйел адам көп ақша таба алмайды деген установка бар екен. Әйел адамға көп ақша келмейді. Яғни бізде көп мынандай сөздер айтылады ғой, ер адам тапқанның берекесі бар деген сияқты. Әйел адам тапса, қанша тапса да берекесі жоқ. Сол нәрсе кәдімгі программа болып, и оның өмірінде бала кездегі еще травмалар бар, бәрі қосылған, и ода сондай программа. Қанша тырысса да өзіне көп ақша келмейді, потому что мына программа тұрған кезде сіз одан асып кете алмайсыз никогда. Көбісі түсінеді, көп адам түсінеді, что-то со мной не так, но именно что не так екенін түсінбейді да. Алып тұрмын да, мысалға, миллион теңгеге білім алдым, бірақ әрекет жасай алмай тұрған өзім. Либо шаршайым, либо желание қайтып кетеді, либо тағы бір нәрсе шығады, либо бала ауырып қалады, либо тағы бір ми табады. Ми сізді оправдать ету үшін любой нәрсені табады, чтобы сіз ары қарап әрекет етіп кетпеу үшін. Неге? Себебі түрлі осындай. Кеше осыны ойлаған едім дейді. Себебі түрлі түп санада, психикада, түп сана, психика екеуі бір, психикада сондай программа тұрған кезде ары қарап жібермейді. Менің лично өзімде қандай программа болды? Мен де осыған дейін өте көп курстар алғанмын. Мен қазір есептеуге қорқамын, если честно, потому что менікі бір 15 миллион, 20 миллионға кетіп қалатын курстар. Бірақ та әрекет жасап кете алмаймын, бірақ та табысқа шығып кете алмаймын. И прям программаның тамырын тапқан кезде менде мамамның папасы өте бай кісі болады. СССР кезінде білесіздер ғой, бухгалтерлер өте көп жақсы ақша тапты. И оны кісіні подстава жасап қаматып тастайды да, содан кейін полностью семья қиналуда өмір сүрді. Оказывается, менде сол программа, егер көп ақша болатын болса, көп ақша тауып байып кететін болсаң, бәрібір құлап, құлдырап, быт-шыт болып кетесің деген программа тұр. Из-за этого психика мені защищает. Кеше айтып жатырсыздар ғой мына жерде, защитный механизмді қалай убрать етеміз деп. Защитный механизм ол бүйтіп алып тастайтын нәрсе емес ол. Ол кәдімгі программа. Менің өзімде сондай программа болды. Из-за этого мені байлыққа жібермеді, мені көп ақшаға жібермеді. Когда я это убрала, мен де бай бола аламын дегенде. И менде тағы бір қандай программа болды? Байлық мен үшін емес деген. Менің қолымнан келмейді. Бұл қайдан шығып тұр? Потому что мен неше жылдан бері уже жүрмін да, ақша тауып кетейін, байып кетейін, но у меня не получалось, қанша тырыссам да. Из-за этого менің миым тұрады, психикам тұрады, сен қанша жылдан бері тырысып жатырсың, значит, это не для тебя, деп жауап тастайды, еще больше. Представляете? Қалай жұмыс жасайды біздің психика? Потом мимен қалаймыз. Конечно, да, мимен түсінеміз, что я жасау керек. Я осы саламен, осы нишамен адамдар ақша тауып жатыр. Я маған ақша керек. Қарыз бір жақтан қысып жатыр, кредит бір жақтан қысып жатыр. Чувство вины еще перед детьми, перед мужем, что қанша уже курс алдың, қайда нәтижең деп все равно сөйлейді. Потому что менің өзім күйеуім маған сөйтіп сөйлейтін. Қайда сенің нәтижең? Уже қанша курс алып жатырсың? Оны еще біреуін көрсетесің, біреуін көрсетпейсің. Өзің алып бастайсың да, что қолыңнан ештеңке келмей жатқанына, уже балдарыңның, өзіңнің, күйеуіңнің алдында. Неге бұлай болады? Потому что жаңағы айтқандай, түпте сондай тереңде, тамырда сондай программа тұрған кезде, сен никогда әрекет жасап кете алмайсың. Көп сөйлейді, мен жалқаумын. Бұл жалқаулық емес, қыздар. Бұл психиканың защитный механизмі. Бұл қашан құтылады? Бұлдан қашан құтыламыз? Когда уберем осы нәрсені. Мысалға кеше тағы бір қыз келді, ол айтады, мен біреудің қолында болсам, ой, білемін, жасап берді ғой. И ол айтады, мен біреудің қолында жұмыс істесем, мен прям күшті жұмыс істеймін дейді. Кімде сондай бар?
қылыш сияқты бір күні мен де банк ете қаламын деп курс оқимыз ғой дейді. Сара, қайырлы күн. Ретрит кезінде, осының барлығын алып тастаймыз. Бұл телада қалады. Бұл мида тұрған программалар. Бірінші күні полностью ретриттен кезінде осы программаның барлығын тазалаймыз. Менің қолымнан келмейді, менің жолым болмайды, терең, түптегі, келе жатқан, қайталанатын сценарийлар бар. Да, барлығын алып тастаймыз бірінші күні. Потом екінші күні уже нейрондық уровеньде, яғни телалық нейрондық уровеньде жаңа программа жазамыз. Потом уже осы техниканы мен өзім қолданғам, өзіме. Потом мен клиенттерім менторствоға келгендерге қолданғам. Прям и оларды екінші, үшінші апта өздігінен уже болады ғой. Бүйтіп бір тығылып тұрады да, судың басында. Ашы жерсең прям ағып кететін, тур сондай болады. Вот мен өзімде сондай болды, және менің менторствоға келген клиенттерде сондай болып жатыр. Сосын қазір темадан кішкене ауытқып кеттім. Қараңыздар, жаңағы қыз айтады да, біреуде қолымда жұмыс істесем дейді, бұған дейін 3 жыл, 4 жыл біреудің қолында жұмыс істедім, мен прям өліп жұмыс жасаймын дейді да. Барымды салам прям. Бір продюсерлар бар. Білесіздер да, эксперттермен жұмыс жасайтын продюсерлар. И кейбір продюсерлар бар, кейбір эксперттер бар, өзінің услугасын, өзінің продуктысын, өзінің марафонын сата алмайды да, ал біреудікін сатқан кезде прям алдына жан салмайды, прям жан тұрып сатады. Бар ма, кімде сондай? Мына жерде продюсерлар бар, мен білем. Мен қарайтын. Так, Айжамал менде дейді. Вот. Неге олай деп ойлайсыз, Айжамал? Неге сіз біреудікінді күшті сатасыз да, өзіңіздікін дұрыс сата алмайсыз? Потому что ішіңізде көбінде, именно сіз деп айтпаймын, көбінде ішінде я недостойная деген нәрсе тұр. Потому что бәріміз балалық шақтан келе жатырмыз да. Қиналып өстік, ақша жетпеген кездер болды, киімімізден ұялған кездер болды, мектепке барған кезде, Мен мысалға менден үлкен 2 әпкем болған, солардың киімін киіп өскенмін мектепте. И содан мен ұялатынмын. Ол нәрсенің өзі программа болып жазылды. Яғни я недостойная нормальный киімге. Получается, кішкентай кезде саған жаңа киім алып бермеді, и сенде программа қалды. Біз қыздар өмірдегі ең важный шешімдерді бала кезде қабылдаймыз. 13 жасқа дейін, 14 жасқа дейін қабылдаймыз. Сол кезде программа жазылады, потом сол программамен арғарап өмірің құрылады. Оны бұған дейін тағдыр деп айтып келді. Тағдыр деген нәрсе жоқ. Сен просто сол кезге дейін қабылдаған, басыңа қабылдаған шешімдерің просто неосознанно қабылдап алдың. Сол сенің өмірлік программаң болып кетті. И сол картамен, сол сценариймен жүресің. Жоқ, мен сабаққа қатсам, бірақ нәтиже шығара алмаймын дейді. Өзімнің де, өзгенің де затын жақсы сатамын дейді. Сабаққа қатсам, бірақ нәтиже шығара алмаймын. Өзімнің де, өзгенің де затын жақсы сатамын. Егер жақсы сатсаңыз, онда сізде ақша болу керек, да? Бірақ ақша болмай жатса, значит, тоже есть что-то. Жаңа қызымен айтып бітірейін. Да, біреудің затын күшті сатады, потом өзінікіне келгенде жасай алмайды. Неге бұлай болады? Потому что тоже программа есть, что я недостойная деген. Басқалынікі прям күшті сияқты көрінеді продукциясы да, өзі де. И оған сен жауапкершілік алмайсың да. Ал өзіңе келген кезде ішіңнен, тереңде, түбіңде бір сезімдер тұрады. Ну, как будто я недостойная сияқты, менікі бір дұрыс емес сияқты, сондай сезімдер. Біз ойлаймыз ғой, бұл просто сезім, бұл просто ой. Әр сезім, әр ой, ол программа. Ол кәдімгі программа. Так. Мына жақта маған жазып жатыр да. И менің ойым шалығып жатыр прям. Кәдімгідей ойым шашырып кетті. Так, не айтайын деп тұрмын тағы. Қараңыздар, сосын бұл программа деген біздің өмірімізде қалай көрінеді? Жалпы. Не үшін әрекет жасай алмаймыз? Курс алдыңыз да, например, курс алдыңыз, 1 миллион қалдыңыз, 500 мың қалдыңыз. И мынандай ғой, қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, бір болады ғой, бір жолмен келе жатасың да, и жол бітіп қалады. И прям қалың ағаштар тұр да, жол жоқ, арғы қарап өтетін бір орман деп алайықшы, қалың шөп басқан, бұтақтары басқан бір ағаш тұр. Біз курс аламыз,
и біз курсты алып жасасақ, практика жасасақ өсіп кететінімізді білеміз. Бірақ та жаңағы біздің миымызда мына жерге келіп блок тұр. Блок деген сол, яғни сен жолмен келе жаттың, сызылған жолмен, и мына алдыңда қалың ағаштар шықты, сен уже ары қарап өте алмайтыныңды білесің, энергияң жетпейтінін білесің, я? Потому что бұл блок. И сен әрекет жасамайсың мына жерде. Представьте, просто келе жатсыз, алдыңызда қалың ағаштар шықты, шөп шықты, да, и жол бітті сол жерде. И сол жерде тұрып қалдыңыз. Представляете, блок деген осылай жұмыс жасайды. Яғни сенің миыңда только сол сценарий бар. Яғни ақшасыз өмір сценарийі бар. И потом сен ақшасыз өмір сценарийімен келесінде, и мына жерде блок тұр. Маған көп ақша табуға болмайды деген. Немесе біздің рухта байлар болмады деген. Представляете? И осы жерге келіп тұрасың, қаласың. Түсініп тұрсыздар, да? Не үшін сіздер әрекет жасай алмайсыздар? Даже миллионға курс алған қыздар келді маған. 2 миллион. Мен кеше айттым ғой, 5 миллион теңге қарызға кіріп кеткен, курс алам деп. Только курс алған. 5 миллион теңге қарызға кіріп кеткен. И түбін табатын болсақ, тапсақ, айтады да, курс алам дейді. Либо мен ананы кінәлаймын, либо мен өзімді кінәлаймын. Түсінікті, да? Программа деген қалай жұмыс жасайды. Біздің миымыз сверхточный компьютер. Яғни оған қандай карта сызылған, сол картамен ғана жүреді. Когда мы проработкаға кірген кезде, когда бір терапияға кірген кезде, сол картаны, сол жолды бұзамыз. Яғни сенің сезімдерің ішіңдегі, болмай қалады деген ойларың, менің қолымнан келмейді деген нәрсенің барлығы просто сенің ішінде GPS қосылып тұр да, мысалға да. Тюгіске картаға или таксиге заказ бердің да, сен осы адресті заказ бердің, и сол такси сен әкетіп бара жатыр да, сол адреске. Потому что сенде сондай программа ішінде. Дұрыс түсіндіре алып жатырмын ба, қыздар? Түсінікті болып жатыр ма? Кері байланыс беріп жүрсеңіздер, түсініксіз болып жатса, мен давайте тағы басқа мысал келтірейін. Яғни сен таксиге белгілейміз ғой, қазір Яндекс заказ береміз да, адресті белгілейміз. Дәл сол сияқты. Біздің ішімізде жазылған программалар дәл сол сияқты. Біздің ішімізде уже адрестер бар. Бізді қай жаққа апару керек. Представляете? Сіз курс алған кезде үмітпен аласыз. Я, вот мен алам қазір, и мен күшті болып кетем. Бірақ та қандай курс алсаңыз да, қандай мықты маман болса да, қандай мықты эксперт болса да, сіздің ішіңіздегі мына GPS-іңіз бәрібір ақша болмайды, бәрібір нәтиже шықпайды деген адреске апарып тұратын болса, сіз тырыссаңыз да, тырыспасаңыз да, сіздің нәтижеңіз сол болады. Түсініңіздер да, қыздар? Я деп Баян жазып жүріпті, рахмет Баян. Басқаларыңызға түсінікті болып жатыр ма? Гүлсім, сәлем, қалың қалай? Қалай болып жатырсың, Гүлсім? Дұрыс айтасыз, қанша курс оқыдым дейді. И мен постоянно айтам да. Мен менторствоға келгендерге, наставничество жүргендерде, терапияда алып жатқан қыздарға прям айта беремін мен. Вот давай сен ішіңдегі программаны бірінші дұрыстап ал, потом сен курс алшы. Потому что сен курс аласың, да, бірақ ішіңдегі программа сені бәрібір ол жаққа жібермейтін болып тұрса, саған ешқандай нәтиже болмайды, по-любому нәтиже болмайды. А когда сен, прикинь, когда сен уберешь осы программаны, когда сен программаның ішіңдегі GPS-ті дұрыстайсың, сол кезде сен не жасасаң да случайным образбен совпадать етіп кете береді. Сен қате жасаған іс-әрекеттерің сені нәтижеге алып барады. Представляете, как это работает? А когда сен ішіңде GPS-ің дұрыс емес, сенің GPS-ің кедейлікке, бәрібір ештеңке шықпайтынына, вот адрес қойылып қойған да сол жерге, сол жаққа апарам деп. И сен қанша тырысасың, қанша маркетинг жасайсың да, мысалға мен айтып жатырмын, именно Инстаграмда жүрген эксперттер, продюсерлер да, қанша курс оқыған, бірақ нәтиже жоқ, әйтеуір суретіліп, өзін заставить етіп, Инстаграм жүргізіп келе жатыр. Потому что GPS бәрібір ештеңке шықпайды деген жерге адресті көрсетіп тұр. Сен мына жақтан қанша маркетинг ал, қанша команда жалда, қанша эксперт жалда, все равно сенің баратын нең осы жер болады. Сондықтан да надо убрать. Просто отырыңыз да. Просто маған көмектескен бір техниканың бірі, ол мен просто жаза бердім. Что я чувствую, как я думаю. Мысалға да,
қалай болады деп ойлаймын, менің өмірім қалай өмір сүргім келеді деген сияқты ескі менен құтылу деген, яғни сен өз қазіргі сүріп жатқан өміріңіз егер өзіңізге ұнамай жатса, бұл сіздің ескі версияңыз. Пока сіз осы ескі версиядан шығып кетпестен, сіз жаңа версияны все равно келмейді. Сондықтан да қазір просто не жасай аласыз, да? Терапияға келе алмасаңыз да, жертва состояниесіне түсудің қажеті жоқ. Просто менде қазір ақша жоқ, менде шарасызбын деудің қажеті жоқ. Менде просто жазып бастаңыз. Просто жазып, что я чувствую, как я думаю. Вот мысалға мен қолымнан келмей жатыр, не деп ойлап жатырмын мен, ішімде қандай сезім бар, қандай сезім мені басқарып тұр, шарасыздық па, тағы қандай сезім, просто жазып бастаңыз, просто ішіңізден шығарып бастаңыз. Біздің ментальный мусор ғой, кәдімгідей ментальный мусор. Біз күнде жуынбасақ, біз быт-шыт болып кетеміз ғой. Дәл сол сияқты сіздің де миыңыз уже 30 жыл, 35 жыл, 40 жыл программаланып қалды, что болмайтынына, что негативке, бәрінің быт-шыт болатынына. И сіз сол жерде өзіңіз қинап өмір сүріп жатырсыз. Мен қазір айтып жүрмін ғой, бір жыл Инстаграмнан кетіп, мен квантовый физиканы зерттедім. Сол кезде и вот реально совпадает. Квантовый әлемде, бұл енді мен қазір бұған дейін айтып жатқаным, бұл психика жағынан. Және терапияға келген қыздардың бір терапия алғаннан кейін скачок жасап кеткендері де өте көп. Сол кезде мен түсінбейтінмін. Реально да, қыздар, мен түсінбейтінмін. Бір терапияға келіп 5 миллион теңге тауып кеткен қыз болды. Менде ол кезде ондай 5 миллион теңге бір 3 күннің ішінде табу деген для меня была шок. И мен ана қызға қараймын да, блядь, как это сработало деп ойлаймын ғой. Қалай жұмыс жасады бұл? Қалай ол 3 күннің ішінде ақша тауып кетті депші. Потом вот квантовый физиканы зерттеп жүрген кезде түсіндім да, что когда ты уберешь программаларды, когда сен ескі менен шығасың, ескі версиядан, и сен сразу мына жаңа версияға кіресің. Представляете? Ескі менді тастау деген ол сенің программаларың, эмоцияларың, ойларыңды тастайсың, өзгертесің, шығасың да, сол состояниемен жаңа версияға кіресің. Жаңа версия квантовый әлемде жаңа версияға бізге образно былай елестейді да, мысалы квантовый әлем деген ана жоғарыда. И бір өмірімізді өзгерту үшін бір сверхъестественный бірдеңе жасау керек деп. Но это не так. Сверхъестественный нәрсенің өзіміз да қазір біз, да, бір тамшыдан жаралдық қой, мысалға, бір адамбыз да, и осындай адам болып жүрміз, бір нәрсені жасап жатырмыз, бір нәрселерді ойлап тауып жатырмыз, әлемге бір пайдамызды келтіріп жатырмыз деген сияқты. Осының өзі уже бір ғажайып сверхъестественный нәрсе. Біз ужеміз да, біз уже ғажаппыз. Сондықтан да квантовый скачок жасау ол қиын нәрсе деп ойлаудың қажеті жоқ. Өте оңай. Тек сен состояниеңді өзгертесің. Қазіргі бейшара, шарасыз, қолынан келмей жатқан состояниені өзгерткен кезде сен мынау идеальная, қолынан бір нәрсе келетін, уже какой-то сумма зарабатывать етіп жатқан идеальный версияға өте аласың. Бұны мен видеоларымда да кәдімгідей сызып тұрып түсіндіріп беріп жатырмын. Қазір, может, мен былай айтқаннан түсінікті болмай жатқан шығар, но қатты прям ойламаңыздар, что квантовый скачок жасау ол өте қиын деп. Тамағым құрап кетті. Жалпы солай. Так, қыздар, сұрақтарыңыз болса, давайте сұрақтарыңызға жауап берем, потом эфирді өшіремін. Жалпы түсінікті болды ма? Не үшін сіз әрекет жасай алмай жүрсіз? Соны өзгерте алмай жатырмыз ғой дейді. Қараңыздар. Мен өткенде сториста бөлістім да, что менде 3 тариф бар. Біреуі 35 мың теңге, біреуі 70 мың теңге, біреуі енді менторство, ол прорыв, яғни просто өсіп кету деген сияқты. Қазір жағдайыңыз болмай жүрсе, можете вот квантовый скачок 21 күндік марафонды алуға. Егер прям тез өсіп кеттім, тез өсем дейтін болсаңыз, ретритке келуге. Бұл кәдімгі цепочкамен жасалынып отыр. Яғни қазір сіздің ретритке жағдайыңыз келіп отырса, значит сізге қазір ретритке келу керек. Егер келмей отырма, ақшаңыз жетпей отырма, значит сізге кішкентай марафоннан бастау керек. Потому что сіздің қазір состояниеңіз қандай, материальный состояниеңіз қандай, сіздің ішкі состояниеңіз дәл сондай. Сондықтан да төменнен бастаған дұрыс. Эмоциядан вибрацияға деп атадым бұл марафон. Не үшін? Потому что эмоция
біздің состояниені көтеретінде, түсіретінде, скачок жасататында, жасатпайтында ол эмоция. Проработка сұрақ арқылы жасаймыз, тағы басқа түрі бар ма? Проработка ол қалай сұрақ арқылы жасаймыз? Конечно, сұрақ арқылы жасаймыз. Сондықтан да состояние, қазір көбіңіз сұрақ қойып жатырсыздар да, состояниені қалай өзгертемін, қалай шығам, сіз эмоциядан шығасыз. Эмоцияны надо проработать. Сондықтан да қазір өмірді бастаймын десеңіз, онда марафонды аласыз. Или тез өсіп кетемін, 2-3 аптаның ішінде скачок жасағым келеді дейтін болсаңыз, онда ретритке келіңіз. Ретритте біз 2 күннің ішінде ескі программаны өшіреміз, жаңа программа жазамыз. Егер прямо мен қасымда жүріп, мені жетелеп, мен нәтижеге жеткіз дейтін болсаңыз, онда менторствоға келесіз. Состояниеңізге қарай. Жаңағы айтқандай материали состояниеңіз қайсысын сізге позволить етеді, содан бастаңыз. Ол әлемнің өзі сізге айтып тұр да, вот осыдан бастау керек деп. Ретрит офлайн өтеді, Жазира, потому что ретритте энергия админ болу керек. Мен адамдардың телесный реакцияларын көруім керек. Вот помните, Жазира, сізбен терапия жасаған кезде телаңыз қалай қарсыласты жаңа өмірге, да? Дәл сол сияқты мен адамдарды алдыма отырғызып қойып, олардың телесный реакциясын бәрі бақылауым керек. Так, елестету дегенім ғой дейді. Елестету, қазір мен сұраққа жауап бере салайын. Елестету панама дейді. Қараңыз, проработканың көбісі, мен қазір байқайтын, көбісі только эмоциямен жұмыс жасайды. Мен бұған дейін де айттым да, маған Түркістаннан бір бизнесмен қыз келді. 1 жыл психологпен жұмыс жасаған, состояниемді көтерем деп, и 15 миллион теңге, представляете, қарызға кіріп кеткен. И мен сұраймын, бля, как это так? Қалай сен психологқа барасың да 15 миллион қарызға кіресің? И ол айтады да, жаңағыдай эмоция, прям зависимый болып қалдым. Только эмоциямен жұмыс жасай береді, состояниесін кішкене көтереді де кетеді да. 3 күннен кейін қайтадан келіп эмоциямен жұмыс жасайды, қайтадан состояние түседі, қайтадан психологқа кіреді, қайтадан 50 мың теңге, 70 мың теңге, 100 мың теңге береді. И солай қарызға кіріп кете береді, представляете? Потому что состояниені көтеріп, қайтадан ол состояние түсіп кетсе, значит, это не проработано. Қазір мен байқайтыным, психосоматологтар көп нелер только эмоциямен жұмыс жасайды. Может білет, может білмейді. Ол жерде эмоция только беті ғана, ол көрінісі ғана. Эмоцияның астында программа жатады. Эмоцияның артында родовой программа жатады. Тектегі, ДНК-лық уровеньте берілетін. Эмоцияның артында сценарийлар жатады. Эмоцияның артында кәдімгі травманы айттық, программалар жатады. Жалпы модель. Оның барлығы жатады. И когда сіз терапияға бардыңыз, кішкене ғана состояниеңіз көтердіңіз, артқа қарап құлау, ол не до конца проработано. Маған келетін қазір қыздардың көбісі, Аллаға шүкір деп айтам, прям барлығы прокачаны, прям осознанная, прям уже бір ғана түртіп жүрсең ұшайын деп тұрған қыздар, да? Потому что олар уже біледі, обиданы уже проработаны, уже эмоцияларын басқарып біледі, уже бәрін біледі, бірақ та сол бір ғана нәрсе ғана ұстап тұрған нәрсе, соны түртсең ұшып кететін қыздар. Сондықтан да сол бір ғана нәрсені алып тастау керек сіздерге, и все. Елестету деген, негізі мен осыған бір видео түсірем деп ойлағам. Қараңыздар, квантовый әлемде біз ойлаймыз ғой, біз елестетіп жатырмыз, ойша ойлап жатырмыз. Это не так. Квантовый әлемде это так не работает. Квантовый әлемде сенің ойыңда бір әлем, сен де бір әлемсің. Сенің шындығың, сенің ойың негізгісі, ал сенің шындығың осының проекциясы просто. Представляете? Сондықтан на самом деле біз қазіргі реальностіміз ол иллюзия. Представляете? Қазіргі біздің шындығымыз, реальностіміз, қазір мен сізбен сөйлесіп отырғаным, сіздердің осы эфирде отырғаныңыздың өзі иллюзия. Прикиньте, сіздің ішіңіздегі әлем ол шын әлем. Вот осы шын әлемді өзгерткен кезде, қазіргі мынау біздің реальностіміз өте тез өзгеріп тастайды. Квантовый скачок қалай жасалып жатыр? Мына іштегіні өзгертесің, и реальностың тез өзгереді. Так, эмоциядан шығу. Қандай менторство қанша дейді? Эмоциядан вибрацияға. Ол марафон. Ол 35 мың теңге тұрады. Ретрит. Өте тез скачок жасау. Ол 70 мың теңге тұрады. Ал менторство деген прямо сізді, состояниеңізді, ойыңызды бақылап бір айдың ішінде нәтижеге шығару. Оның бағасы пока что 350 мың теңге тұрады.
Ретритке бара алмаймын, Өскеменненмін дейді. Алматы қаласы. Алматы қаласы, иә қыздар. Ретрит Алматы қаласында болады, 13-14 күн болады. Сәлем Есілбе, маған эмоция 20 жарты күнге ғана жетеді, болды, ертесі қайта сол бір қалыпқа түседі. Қараңыздар, ютубта Джо Диспензаның видеолары өте көп. Мүмкін ол кішкене ғылыми түрде түсіндіреді, бірақ та түсінуге болады. И ол айтады да, сен күнде таңертең тұрған кезде сен ескі сценарийді қосасың. Яғни сен вот осы нәрсе. Потом атығымет таяу ұмытып қалдым атын. Тағы бір мықты спикер бар ғой. Ол айтады да, сен шаршап жүрген жоқсың, сенің жолың болмай жүрген жоқ, сен күнделікті просто тұрасың да, сен ескі сценарийді, ескі программаны қосасың. Прикиньте, біз күнде таңертең тұрған кезде бізде мүмкіндік бар жаңа сценариймен кетуге, жаңа программаны миға салуға. Бірақ та бізге не қарсы болады? Біздің ішіндегі ескі программа қарсы болады. Таңертең тұра салып көзіңізді ашқан кезде состояниеңіз қандай болады? Вот соған қараңызшы. Состояниеңіз ужасный, тағы да қарыз, тағы да қиын өмір дейтін болса, вот сіздің өміріңіз жалпы солай болып жатыр. Потому что вот именно терең түптегі сіздің программаңыз, сіздің прожекторыңыз сол. Сондықтан содан бастау керек. Күнде таңертең тұрғанда өзіңізге сұрақ қойыңыз. Что я чувствую? Что я чувствую? Потом сұрақ қойыңыз. Бұл сезімді мен қайдан үйреніп алдым? Бұл сезім қайдан келе жатыр? Потому что біз өмірге келген кезде ондай сезімдермен туған жоқпыз ғой. Ондай программамен туған жоқпыз. Либо біз оны мамадан үйреніп аламыз, либо өзіміздің басымыздан сондай бір травмалық бір ситуация өтеді. Сондықтан бізде сондай жаман сезімдер қалып қалады. И сол сезімді біз 14 жасқа дейін өткен сезімдерді өмір бақи арқалап өтеміз просто. Все. Байқасаңыздар, болады ғой енді. Бала кезінде домогательство ұрынған қыздар, зорлық зомбылыққа ұшыраған қыздар. Сол қыздарды, сондай қыздар келген кезде, ол өмірінде бір-ақ рет болмайды да, ондай, представляете? Бір рет 5 жасында, мысалға зорланған қыз, оның өмірінде сол ситуация бірнеше рет қайталанады. Неге олай болады? Потому что телесный уровенде біз сондай энергияны транслируем адамдарға. Они считывают сол нәрсені. Из-за этого олар соларға қайтадан тиісіп қоя береді. Прикиньте, қалай өте қызық жұмыс жасайды біздің психикамыз, біздің түп санамыз. Маған сондай қыздар и бұл бір нәрсе емес та. Именно сондай проблемамен келген қыздардың кем дегенде 2 рет тағы да сондайға ұрынған или попытаться еткен ситуациялар болады. Потому что жаңағы айтқандай шын өмір негізі біздің ішімізде. Ал мына сыртымызда болып жатқан ол проектор просто. Проекциясы. Я сол бір ғана нәрсе ұстап тұрған сияқты дейді. Ал Ардақ қуаныштым ретритке қатысамын дейді. Ретрит 2 күн болады. На самом деле психикамен Джо Диспензаның ғылыми методтары қосылған ретрит бұл. Кәдімгі ол сосын кеше бір ер кісі келем деп жүрген бұл ретритке күнде жазып, қалай вот ретрит туралы айттым. Күнде жазады келем деп. Сосын кеше жаз жертті да маған. Сен 2 күннің ішінде қалай өзгертесің мені? Алдайсың ба, арбайсың ба, или алдамақшымды аласың ба? Соны сұрауға ұялып жүрмін депші. Сосын мен айттым, я алдаймын, я арбаймын деп. Қараңыздар, бұл қалай жұмыс жасайды? 2 күннің ішінде қалай өзгеріс болып кетеді дегені, конечно, бәрінде күмән бар. Бірақ мен 1 жыл бойы зерттедім, өзімнен өткіздім, и мен квантовый скачок жасадым ғой. Айттым ғой 3 күннің ішінде, 2 күннің ішінде 1,5 миллион теңге таптым депші. Ол қалай болды? Состояние кіресін. Яғни ол бір басқаша состояние. Ол жерде сенде вообще қорқыныш болмайды. Ол жерде вообще негатив ой жоқ. Ол жерде күмән жоқ. Полностью спокойствие. Полностью прям. Мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын, бірақ бір өте сондай прям күшті состояние болады. И сол состояниеден сен әрекет еткен кезде, сол состояние сен даже әрекет етпейсің. Сен әрекет еткізеді ғой, представляете?
Сен просто бір нәрсені жасай саласың, и ол нәрсе атып кетеді да. Сен просто бір нәрсені жасай саласың, ол нәрсе болып кетеді. Сондай вообще классное состояние. Получается сондай. Яғни 2 күннің ішінде не өзгертеміз? 2 күннің ішінде бірінші күні нейрондық уровеньде біздің басымыздағы программадан ескі меннен шығамыз, яғни тазартамыз. Просто ішіміздегі эмоцияны, ойларды, телесінің уровеньде полностью тазартамыз, құтыламыз, жібереміз, босатамыз. Екінші күні уже сол тазарған, босаған жерге жаңа программа жазамыз. Гүлфарида, мен де қатысамын ретритке дейді. Бағасы қанша дейді. Ненің бағасы қанша? Ретриттің ба? Марафонның ба? Марафонның бағасы 35 мың теңге, ретриттің бағасы 70 мың теңге. Ретритке келгендерге өз 10 адам алып отырмын, оның 8-і уже толып қалған, 2 орын толмай тұр. Ретриттің бағасы 70 мың теңге. Ретритке келгендерге жаңағы 35 мың теңгелік марафон беріледі бонус ретінде. Потому что 2 күн состояние көтеріп аламыз, күшті болып аламыз. Потом уже дополнительно плюс марафон кезінде еще дальше тапить етеміз ғой результатқа. Так, Самал, марафонда жаңа айтып кеттім. Марафонда болады эмоцияның вибрацияға. Яғни эмоцияларды өзгертеміз. Эмоцияны өзгерткенде, ол только эмоция емес, ол жерде программаны өзгертеміз. Ақырындап өзіңіз проработка жасап, өзіңізбен өзіңіз проработка жасайсыз. Менің қазіргі 35 мың теңгеге берейін деп тұрған марафонды мен кезінде өзім осы қазақстандық қыздан 350 мың теңгеге сатып алғам. И то оның ішінде бір ғана техника болды. Ал марафонның ішінде мен полностью сценарийдан шығу, жаңағыдай травмадан шығу, программадан өзгерту дегеннің барлығын сол марафонның ішіне кіргізем. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Жаңадан қосылып жатқандар. Жалпы солай. Менде сосын тағы бір өзгерген өте бір мықты нәрсе. Ол не болды? Көбісі ойлайды. Жаңағыдай, мен бесплатно көп нәрсе беретін болсам, онда менің платный курсыма келмей қалады. Бұл мидың ловушкасы. Когда сен әлемге сондай бір намерениемен кіресің, сондай бір ниетпен кіресің, что мен қаншалықты көп бөліскім келеді. Вот реально мен адамдарға көмектескім келеді деген кезде, да, қазір мына жерде психосоматологтар бар, да, телесный терапевттер отыр мына жерде гинекологтар отыр, да, мен қарап, былай стористі қараймын ғой, білемін, да, сізде намерение болу керек. Просто бұған дейін де 1000 рет, миллион рет естіген шығарсыздар ғой. Ниетті түзуле. Просто, түзулеймін деп сырттан битіп кеткен болсаңыздар, давайте осы нәрсенің ішіне кіріңіздерші. Когда именно мен осы нәрсенің ішіне кірген кезде, вот, я хочу помочь. Мен адамдарға бір польза алып бергім келеді. Вот реально өмірін өзгертуге көмектескім келеді деген кезде, вот маған кәдімгідей вот информация келіп бастайды. Минимум, представляете? Вот реально кәдімгідей крышкаңды ашып қойып информация беретін сияқты. Сондай до такой степени әлем сенімен сондай бір байланысқа түседі. И ты чувствуешь, что адамдар емес, басқалар емес, прям әлем сені қамқорлығына алған, представляете? Мен мынандай өте көңілшек адам, сәл нәрсеге жылай салам, уже прослезилась. Так, жалпы солай қыздар. Қазір мүмкін қиын жағдайда жүрсіз, мүмкін бір проблемадан шыға алмай жүрсіз, ойлаудың қажеті жоқ, что шешілмейді деп, что өмірім осындай, что менің тағдырыма осындай өмір жазылған деп. Все возможно. Мен әлі де кішкене уақытым болмай жатыр, әлі де ютубқа өте пайдалы видеолар салатын болам, что квантовый әлем қалай жұмыс жасайды.
Вот я хочу прям осы нәрсені көп адам білсе, көп адам көрсе, көп адам өмірін өзгертсе, потому что өмірді өзгерту қыздар мынандай екен. Шылшокта просто сен ниет қоясың, квантовый әлемге барасың, өзгертесің, сол состояниеге кіресің, и сенің әлемің кәдімгідей өзгеріп бастайды ғой. Барлық нәрсе өздігінен болып бастайды. Сен даже план да құрмайсың, сен даже қиналмайсың да, сен даже не істеймін деп әрекет те жасамайсың да, представляете? Просто өздігінен получается етіп кететін болады. Так, жалпы солай қыздар. Мен де бұрын осындай нәрселерді естіп отырсам, бір ойлайтынмын, қуып жатқан біреу мынау деп. Но это не так, это реально, потому что мен өзім скептикпін, көп нәрсеге сене бермеймін мен өзім. Маған доказательство керек. Сондықтан да, может, мен Джо Диспензаны өте жақын тартам, өте жақын тыңдаймын. Потому что оның білімінің барлығы кәдімгідей эксперимент жасайды, ғылыми түрде дәлелдейді, содан кейін ғана айтады да. И соны көріп барып, мен өзімде осы бір жыл бойы кәдімгідей практикада көрдім. Күнделікті отырам, күнделікті трансформация крем, жарты сағат, 40 минут. И жаңағындай өзгеріс болып бастайды да. Просто өзгеріс болып бастайды. Жалпы сол қыздар, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Мен сізге сеніп отырмын дейді. Рахмет сенімдеріңізге. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болмаса, Джо Диспензер ретінде барғанмын я. Ол жерде бірақ на английском болды, көп нәрсені түсіне алмадық, но энергия все равно вообще классно болды энергия. Менің қазіргі парақшада салып қойғанмын. Медитацияда Джо Диспензенің техникасы. Джо Диспензенің соңғы зерттеулерінен шығып барып, да қазіргі видео ютубта жүргеннің барлығы бір 10 жыл алдын, 15 жыл алдын айтқан білімі ғой, жалпы да өмірді өзгертуге болады деген, потому что шетел бізге қарағанда өте қайда алданып кеткен. А когда ретінде вот квантовый әлемді зерттеп барып, вот реальность Джо Диспензеге қарасаңыздар, қазіргі ютубтағы видеоларын қарасаңыздар, ол айтады да 21 күннің ішінде өзгертуге болады. Но ретінде ол айтты, что бір-ақ сәтте өзгертуге болады. Вот реально. Сен просто мынаған секіресің. Все. Қалай секіреміз? Состояние арқылы. Состояние қалай дұрыстаймыз? Ойды, эмоцияны дұрыстаймыз, телодан шығарамыз, жібереміз негативті и өтеміз. Болды. Все. Ештеңке қиын нәрсе, ештеңе жоқ. Қазір и уақытта өте қысқа, и вот барлық нәрсе өте жылдам болып жатыр ғой. Может из-за этого, я не знаю. Но айтқаны, дәлелдегені кәдімгідей соның дәлелденген ғылымның түрінде мен қазір беріп жатырмын, түсіндіріп жатырмын, видеоларымда да көрсетіп жатырмын да. Біз просто молекуламыз, біз уже квантовый әлемдеміз. Бұған дейін байқасаңыздар, Джо Диспенза айтады, квантовый әлемде сен өзіңді телаңды тастап шық, кім екеніңді тастап шық, жоғарыға шық, аспанға бар, ол квантовый әлем деп түсіндірді да. Ал соңғы зерттеулерінде ол айтты, что квантовый әлемге біз шықпаймыз, біз уже являемся, уже осы квантовый әлемдеміз біз уже молекуламыз. И просто жаңағыдай қарап көрсеңіздер, вот адам кім деп та. Адам, яғни молекула, нейтрон деген сияқты бөлшектерден тұрамыз. Яғни ең түбіне келгенде микроэлементтер. Яғни біздің денеміздің әр несі микроэлементтерден тұрады. Вот осы микроэлементтерді біз өзгертеміз. Қалай скачок жасаймыз? Осы микроэлементтерді өзгертеміз. Ол бұл микроэлементтер запрограммировано негативке. 15 жыл, 30 жыл, 40 жыл сондай негативте өмір сүрді. И соған запрограммировано. На клеточном уровне. Қалай секіріс жасаймыз? Вот осы состояние эмоцияны өзгертіп, ойды өзгертіп, осы микроэлементтер өзгерген кезде бір тілмен сөйлеген кезде біз скачок жасай аламыз. Ескі программалар жібермей тұрады квантқа дейді. Вот именно осы ескі программалардан құтыласыз ғой. Не туралы айтып отырсың деймін. Кім мынау? Динара деген. Если қазір сізге кірмей тұрса, если қазір сіз түсінбей тұрсаңыз, онда это не для вас. Сізге әлі ана жақтан келу керек. Сол, получается, марафон
Психологтар айтып жүр ғой, барлығы өкпе реніште деп. Оны қалай түсіндіресіз дейді. Қараңыздар, олардың айтып жүрген өкпе реніші ол не? Ол эмоция, дұрыс па? Ал эмоция ол не? Денедегі қара энергия. Ренжіп жүрген кезде қарасаңыз да, реніш ол эмоция. Бізді, мысалға, әкеңе деген реніш бар сенің, да? Что көп нәрсе әпермеді, обеспечивать етпеді, может, еркелетпеді. Сен турасында сондай күйеуді таңдап аласың. Именно сондай. Көп қыздар просто күйеулеріңізге қараңыздаршы, кімге ұқсайды? Либо мамаңызға ұқсайды, либо папаңызға ұқсайды. Характері, іс-әрекеттері, сөйлеген сөздері неге бұлай болып жатыр? Потому что сенің ол программаң. Яғни сенің ішіңдегі эмоция, ол нені туғызады? Ол программаны туғызады. Яғни әлем сондай деген программа. Соған байланысты сен алдыңдағы адамдар просто роль ойнап жатыр. Сосын Джо Диспензаның мына айтқан мына бір нәрсесі реально менің миымды жарды, взрыв мозга жасады. Ол айтады, сен әлемде сен ғана, вот представьте, практика жасадық, и в итоге түсінгенім, получается, әлемде тек қана біз бармыз. Бәрі айтып жүр ғой, да, что әлем сенен басталады. Сен жақсы болсаң, бәрі жақсы болады деген сияқты. И практика жасадық, сол кезде ол айтады, только ты сен ғана барсың, ал қалған нәрсенің барлығы сенің проекцияң. Представь дейді, сен ғана барсың, и барлығын алып тастадың, да. Вот қазір қинап жүрген күйеуің ба, қинап жүрген жұмысшы, бәрін алып тастадың. Сол кезде не қалады деп сұрақ қояды. Сол кезде қалатын нәрсе обида. Вот қазір осы практиканы өздеріңізге жасап көрсеңіздер болады. Вот представьте, просто отырасыз да, мені қазір кім қинап жүр? Мысалға, күйеуіммен бір жабыр көріп жүрмін ба, қиналып жүрмін ба, күйеуім жаман деп, алып таста, просто күйеуіңді алып таста. Тағы не? Жұмыста бір әділетсіздік болып жатыр ма? Ладно, жұмысты алып таста. Не қалады сонда? Қандай эмоция қалады? Все равно сенімен бірге қалатын ол сол реніш қалады. Сол өмір әділетсіз деген программа қалады. Прикиньте. Ал ол адамдар сол біздің программамызды, сол біздің жазған, біздің сценарийімізбен роль ойнап жүр просто. Сосын эмоция дегенді біз ойлаймыз ғой, просто ренжідім, қоя салдым деп. Эмоция деген ол кәдімгі қара энергия. Вот реніштігі түрлі негативті эмоцияның барлығы энергиясы өте қара энергия. Яғни ол теланы прям қысады, ауыртады. Мысалға, рактар көп та, менің бір жеңгем болды, қайтыс болған, рактан қайтыс болған. Маған терапияға келем деп жүрді да, сол бір жылдың ішінде қайтыс болып кетті. Мен сонда бір рет терапияға келді, сөйлестік. Сол кезде я поняла, что она очень обижена менің нағашыма. Ойбай, мына жерде менің нағашым жоқ па? Она очень была обижена, өте сондай реніші көп болды. Сол реніш ракты туғызды. Яғни ол біз ойлаймыз просто эмоция деп. Ол эмоция емес, ол қара энергия. Яғни сенің телаңды құтатын қара энергия. Жейтін кәдімгідей. Тура дейді. Күйеуіммен ренжіп жүргенім, әкеме ренжіп жүр екенмін дейді. Вот. Мен кезінде ренжіген адамдарға благодарность айтамын. Ол тәжірибе болған, мен осы үшін екенін түсіндім дейді. Жібере алдыңыз ба ренішті? Егер жібере алмасаңыз, просто пустой стол бар ғой. Біреулер волшебный стол деп айтады, біреулер пустой стол деп айтады. Просто отыраста алдыңызға сол ренжіген адаммен сөйлесіп, сол кезде ғана бізде көбінде, білесіз ба, не ұстап қалады? Біздің эгомыз ұстап қалады, ми ұстап қалады. Сол үшін сол ми, эго жіберу үшін сөзбен айту керек. Өзіңіздің даусыңызды өзіңіз естуіңіз керек. Ардақ ретритте барлығы болады. Біз таңертеңнен кешке дейін жасаймыз ғой.
проработка жасаймыз таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін барлығын қамтып өтеміз. Отношения, ақша, өзіңдік даму, сен әрекетсіздікте не ұстап тұр, не үшін әрекет жасай алмайсың, не үшін ақша келмей жатыр, қандай сценарийда өмір сүріп жатырсың, қандай программамен жүрсің, кімнің сценарийін алып алдың. Мүмкін мынандай нәрсе де болады. Когда мамамен сепарацияланбағанда, папамен сепарацияланбағанда, да, сценарий деген вообще жалпы не? Соны айта кетейінші. Сценарий деген қарапайым да, мысалға. Жаңа 15 миллион теңге қарызға кірген бизнесмен қызды мен айттым ғой сіздерге. Вот сол қыз 37 жасына келген кезде бизнес құлай бастайды. Яғни ол көрпе тігіп сатады ғой. Жасау ма? Сондай тігіп сатады. Кәдімгі VIP өте қымбатқа сатады. Сөйтеді 37 жасына келген кезде бизнес құлай бастайды. Сосын ол айтады, жаңағыдай осыған дейін күшті болып келді. Осы бір жылдың ішінде бәрі прям ауысып быт-шыт болып кетті. Арен қасыма конкурент келіп алды. Сол конкурент келді, и мен бизнесім құлай бастады. Сол конкурент келген кезде мен ішімде бір страх пайда болып кетті. Қайдан келген страх? И мы проработали терапия кезінде. Оказывается, папасы нан сатқан, ауылда болады ғой, нан жауып сатқан. И нан жауып күшті болып, прям күшті болып сатып жатады. И сатып жатқан кезінде жақын жерде тағы бір нан ашылады, нан сататын. Сол кезде папасы қорқып кетеді солай. Мынау ашылды, значит, менің бизнесім құлайды деген қорқыныш пайда болады. Сол эмоцияны бала считывать етеді. Бұған дейін естідіңіздер, да, что біз барлығын губка сияқты сіңіреміз деп. Ол не только программаны сіз сіңіресіз, сіз считывать етесіз даже эмоцияны. Сол кезде жаңа кішкентай қыз папасының эмоциясын считывать етіп қабылдап қалады өзіне. Қабылдап қалады. И папасының бизнесі құлаған кезде 37 жаста болады. Бұл қызда 37 жасқа келіп бизнес құлайды. Представляете, как мозг работает? Жаңағы айтқандай, мозг сверхточный компьютер. Оған не жазылды, қандай карта сызылып тұр, ол жерде тура сонымен жүреді. Когда потом мы проработали осы сценарийді үзген кезде, яғни папасының сценариймен өмір сүріп келе жатыр ғой, неосознанно, бессознательно. И она в шокта. Папам, наверное, сол бір 37 жасында құлады. И бірақ білесіздер ма, еще мынандай нәрсесі де бар. Папасы сол 37 жасына дейін інісінің, папасының үйлерін алып береді, машиналарын, бизнес ашып береді. 37 жасына келіп өзі құлайды. Өзі құлаған кезде жаңағы бауырларын таппай қалады. Өзінің бизнес құлап жатыр, ақша алатын адам таппай қалады и выгоранияға кетіп, содан бастап, жоқшылық емес, енді кішкене кедейлі өмір сүріп бастайды. Мына қыз тоже самое, представляете, қайнатасына үй салып берген, абысына бизнес ашып берген, өзінің сіңлісіне машина алып берген, өзінің ағасына салон ашып берген, свадебный салон, платье арендаға беретін. Сөйткенде өзінде ештеңке жоқ. Өзіме вот үй аламын, өзім үшін өмір сүремін, өзіме үй салам деп участок алады, сол кезде бизнес құлайды. Папасында тоже самое болады. Бұл не? Бұл просто қайталанып тұрған сценарий. Прикиньте, мынандай ғой, балапандар болады ғой, инкубатордан шығатыншы. И олар нені көрсе, тура соны қайталайды ғой. Бізде тура сондаймыз ғой. Біздің өмірімізде бала кезден өстік, и мамалардың өмірінде не болып жатыр, соны біз автоматом сіңіріп аламыз да, и сол нәрсемен өмір сүреміз. Бұл нәрсені отношениеге келгенде де айтуға болады. Өте көп қыздар бар, мен мамам сияқты өмір сүрмеймін. Менің рельсімде бар осыған байланысты. Мамам сияқты өмір сүрмеймін дейді, бірақ уақыт өтіп келіп, 10 жыл, 20 жылдан кейін отбасылық өмір дейді. И они осознают, что тура мама сияқты оқыған, тура мама сияқты ұрсатын балдарын, тура мама сияқты өмір сүріп келе жатқан. Блин, қыздар, менде қазір терапия басталады. Жалпы сондай. Түсінікті болды ма, қыздар? Ой. Так. Жалпы өмірді өзгерту өте оңай. Вот осы нәрсені өзіңіздің миыңызға күнделікті айтып сіңіре беріңіз, хотя бы осы программаны, и өміріңіз өзгеріп бастайды. Потому что бұл Джо Диспензамен, да, мен айтып тұрғаным. Джон Кехо деген бар, білсеңіздер. Джон Кехо ол аффирмация арқылы, яғни бір нәрсені, бір сөзді айта беру арқылы сол нейрондық байланысты басында түзеді, потом оның өмірі өзгеріп бастайды. Мен сознательно космоста болдым, айналамда түк жоқ, уақыт жоқ, ешкім емеспін, мәңгі рух дейді, екенімді сездім, вау, классно. Көзіммен көп жас ақты дейді, көзімді ашқанда бірінші рет өз үйімді көріп тұрғандай болдым. Да.
Вообще классно, супер. Алла разы болсын дейді. Все научен простым языке дейді. Рахмет, Күнсұлу апай. Сосын тағы бір ситуацияны айтып кете салайыншы мына қыздан. Есіме түсіп кетті. Тоже бір жыл алдын ба, 2 жыл алдын ба бір қыз келді маған. Отношениеде проблема. И ол айтады да, мен бір сондай ауыр операцияға түстім. И клинический смерть бар ғой, клинический смерть па қалай? Сондай смерть бар ғой, сондайға түскен. Да, и сондайға түстім дейді да, ояндым дейді да. И как будто вот өмірге енді келген сияқты ощущение болды дейді да. Ешқандай негатив ой жоқ, ешқандай негатив сезім жоқ дейді да. И сол кезде дейді күйеуім до такой степени мені жақсы көретін. И прям ақша бір ағып келіп бастады дейді да. Күйеуім әкеліп ақшаны бере беретін. Ештеңке істемесем де вот кайфте өмір сүрдім дейді да. Потом уже бір 2 айдан кейін қайтадан өзімнің алдыңғы халіме кірген кезде күйеуім өзгеріп бастады. Күйеуім өзгеріп бастайды дейді. Сол кезде келген болатын күйеуім изменяет деп, сондай запроспен. И соның айтқан сөзі қазір есіме түсіп тұр. Яғни, получается, можно телоны да, миды да өшіріп, нөлден қайта қосуға. Ол жаңағы мына кім? Атын оқымадым? Айнұр. Айнұр өтіп жатыр ғой. Космоста болдым, айналамда түк жоқ. Осы медитациядан шыққан кезде біз не істейміз? Көбіміздің қателігіміз медитацияға кіреміз да, как будто анау бір ойша мына жақта қалып кеткен сияқты болады да. Олай жасау керек емес. Мысалға кірдіңіз да, өз үйімді бірінші рет көріп, сол состояниемен өмір сүріп бастау керек. Яғни сол медитациядағы состояниені алып шығу керек қой. Түсінікті да? Жақсы қыздар, менде қазір бірде терапиям бар. Сұрақтарыңыз болса, дайректке жазсаңыздар болады. Очень жду с вами нашу встречу дейді. Рахмет, Күнсұлу. Давайте, келіңіз. Бәрін өзгертеміз, барлық нәрсені өзгертуге болады. Давайте. Қосылғандарыңызға рахмет, вниманияларыңызға рахмет, уақыттарыңызға бөлген рахмет. Эфирді сақтауға постараюсь.